Қазақстандық боксшы Жанқош Тұраров колумбиялық Дунис Лианды жеңіп, бірінші жартылай орташа салмақ рейтингінде 88 сатыға көтерілді. 24 наурызға қараған түні өткен жекпе-жекте отандасымыз 7-ші раундта алдын ала жеңіске қол жеткізді. Boxrec.com тұжырымы бойынша тәуелсіз рейтингте Жанқош Тұраров 212-ші орыннан 124-ші сатыға көтерілсе, Дунис Лиан 75 сатыға төмендеп 293-ші орынға жайғасты. Барыс хоккей клубының шабуылшысы Найджел Доус ресейлік чемпионат басылымының тұжырымы бойынша КХЛ-дың еркіндігі шектелмеген агенттерінің үздіктер ондығына кірді. Ақпараттық порталдың пікірінше, канадалық спортшымен жаңа келісім шартқа отыруда туындаған түсініксіздіктер Барысқа айтарлықтай қиындықтар әкелуі мүмкін. Себебі Доус негізгі шабуылшылар қатарында. Қазіргі таңда канадалық спортшы өз мансабын Қазақстанда жалғастыру туралы мәселеде бір тоқтамға келе алмай отыр. Бұған дейін чемпионат астаналық клубпен келісім шарт мерзімі 2015 жылдың 30 сәуірде аяқталатын Доусты 2014-2015 маусымындағы КХЛ тұрақты чемпионатының ең үздік ойыншылар ондығына кіргізген болатын. Мерседес шабандозы Льюис Хэмилтон жуық арада аталған немістің командасымен жаңа келісім шартқа отырмақ. Таймс хабарлағандай, мәміленің шарттарына сәйкес Формула 1-дің қазіргі чемпионы жылына $55 миллион, ал Guardian интернет порталының мәліметтері бойынша $60 миллион табатын болар. Мұндай табыс Хэмилтонның Формула 1 автожарысының ең жоғары бағаланатын шабандозы атануына мүмкіндік береді. Макларен командасының испандық шабандозы Фернандо Алонсо Формула 1 жаңа маусымының екінші кезеңіне қатысқандығын растады. Спортшы жарыстың алғашқы бөлігін 22 ақпан күні маусым алды тестілеу барысында болған жол апатына байланысты өткізіп алған болатын. Шабандоздың ағзасына ешқандай зақым келмегенімен аз уақытқа есінен айырылып қалған. Естеріңізге салсақ, бүгін Малайзияда тұсауын кескен 2015 жылғы Формула 1 автожарысының екінші кезеңі 29 наурызда аяқталады. Ертең футболдан Қазақстан құрамасы 2016 жылғы Еуропа чемпионатына іріктеу турнирі аясында Исландия құрамасымен кездеседі. Елордаға жақында келіп түскен қонақтар астаналық аренада 2-1 жаттығу өткізіп те үлгерді. Бас бапкерлерінің айтуынша, команда 3 ұпайдан дәмелі, дегенмен мұның оңайға соқпайтындығын түсінеді. Естеріңізге салсақ, матч Астана арена алаңында 21:00-де басталады. Қазіргі таңда іріктеу A тобында исландиялықтар 4 ойыннан кейін 9 ұпаймен екінші орынды иеленсе, қазақстандықтар 1 ұпаймен соңғы сатыға табан тіреп отыр.